получается, лишение свободы. Будете ли как-то помогать своему сыну? Можете прокомментировать? Мен кіріспеймін бұл іске. Кіріспеймін. Вообще, все ситуации можете высказаться? Почему, как бы, уже не в первый раз повторяется, почему сын нарушает, как бы? Жас бала, туғанға барды. Вы с ним беседы проводили в этом плане? Что сказали? Что сказали? Нарушать нельзя. То есть сын не послушал, да, получается? Наверное, да. Қай әке баласын жаман болсын деп тәрбиелейді. Айтайын деген. Әрине мен осыны ойланамын, қолдан келгенше тәрбие бердік. Ақылымды айтып жүрдім. Бала бірақ жақсы бала, бірақ та мен үшін бе білмеймін қалай болып жатқанын, осылай бір баланың артынан аңду бар. Әйтпесе 21-дегі бала, ертең ол бала жүйкесі тозып, ертең ауру болып кетуі мүмкін. Оған кім жауапты? Айтайын дегенім, балам өте жақсы бала, тәрбиелі. Бүгінгі күні оның артынан менде туған ұлы бар болмайды ма, өзінің жастағы жолдастарымен араласуға болмайды ма, сол жағы да мені қатты ойландырады. Ал баламның енді денсаулығы бүгінгі күні мені қатты толғандырады. Соңынан аңду бар деп күдіктенесіз сонда? Әрине бар. Жайымыз қой бар. Кейде өзіңіздің осылай танымалдығыңыз үшін кейде қынжылатын кезіңіз бола ма? Танымал болмасаңыз бай болмас па деп ойлайсыз? Әрине көрінмейтіндер де бар бізде, қазақта ондай бар адамдар. Бірақ та бүгінгі күні мен бір мандатлық округтан сайландым. Мені сайлаушыларым неше жыл алады, мен мандат тапсырамын ба, тапсырмаймын ба. Бүгінгі күні мен ел азаматы ретінде еліміздің болашағы үшін өте абыроймен жұмыс жасап жатырмын. Менің жұмысыма менің әріптестерімнен ешқандай сұрақтар жоқ. Айтайын дегенім, Қазақстанның осылай мықты азаматтары ретінде өзім бүгінгі күні ел ағасы ретінде еңбегімді сіңіріп жұмыс жасап отырмын депутаттық. Қазір ұлыңызды бас бостандығынан айыру мүмкін деп жатыр. Сіз өзіңіз білесіз бе, бұл хабардар не деп отыр? 21-дегі бала әлі, бала енді қалай айтуға болады, өмірді әлі көрмеген бала. Оның бас бостандығын не үшін айырамыз, біріншіден? Не үшін айыру керек ол? Сағат кешкі 8:30-да әріптестермен неде отырған ба? Уже ішіп отырған жоқ ол жерде. Ол бала ішпейді. Енді айтайын дегенім, үйтіп бірден түрмеге қамайтын болсақ, онда ол дұрыс болмайды, ол тәрбие емес. Денсаулығын алаңдайын деп тұрсыз ғой, сонда ол өз-өзіне қол жұмсауы мүмкін күйзелістен деп ойлайсыз? Бәрі болуы мүмкін, бәрі болуы мүмкін. Шын айтайын. Ол күн сайын жазады, нетеді, бәрі мына құралда ғой, телефонның. Ішінде бәрі жазылып жатыр, неше түрлі. Біреу жақсы айтса, біреу жаман айтып жатыр, сондықтан ойланады ол бала. Жаным ашып жатыр ол балаға, шын айтайын, ұйқысы жоқ. Өзіңіз ұрсаусан шаршадыңыз, сонда қазір мынандай жағдайын көріп қатты сөйлегіңіз деген не ме балаңызға қазір? Жоқ, мен балам үшін қазір қатты сөйлеп жүрген жоқ, ұрсатын жағдай емес. Мен ойлап жатырмын оның денсаулығы туралы.